Сәлем құрметті достар, сіздермен мен Зуфар Азизов. Бүгін сіздер менімен бірге менің жаттығуларым біріне шолу жасайтын боласыздар, яғни обзор моих тренировок. Кез келген жаттығуымды мен 3 немесе 4 және одан көп буын және бұлшықеттерді іске қосатын базалық жаттығудан бастаймын. Бүгінгі базалық жаттығуым ол жатып штанганы сығымдау, яғни жим штанги лежа. Кез келген тренировкадан немесе жаттығудан алдым бізге әрине денені қыздырынып алу керек. Буын және бұлшықеттер келесі нагрузкаге дайын болу керек. Бізде бүгінгі жаттығуымызда основной подходымыз 90 келімен 2 реттен 2 подход және 100 келі 1 реттен 1 подход. Оған дейін бізде қыздырынуға арналған подходтар болады. Ол грифті 20 рет көтеру, 40 килограммды 10 рет көтеру, сосын 60 килограммды 5 ретке, 75 келін 4 ретке көтеру. Оның барлығы бізге қыздырынуға арналған подходтар болып табылады. Мына енді негізгі подходтарымыз. Бұл жерде 90 келіні 2 рет көтеруім керек. Блины 20 килограмм, 15 килограмм, әрбетте 35 килограммнан, және грифтің өзі, олимпийский гриф 20 килограмм. Бұл уже 100 килограммды ретке көтеруім керек. Бұл менің негізгі подходым. Тренировкада келесі жаттығуым ол кермеге тартылу, менің сүйікті жаттығуларымның бірі. Бұл жаттығуда мен 8 реттен 5 подход орындайтын боламын. Қосалқы салмақ 8 келі гыртасын беліме байлап алып. Бүгін менде жоспар бойынша пронацияға көтеру. Бұл жерде мен кимононың поясын пайдаланатын боламын. 16 келі гыртасымен бірге 8 реттен 4 подход орындаймын бұл жаттығуда. Келесі жаттығуым ол жұдырықты алып келу арқылы бізде маскалс брахирадиалис бұлшық етіне арналған жаттығу. Бұл жаттығу негізі қол күресшілердің сүйікті жаттығуларының бірі. Келесі жаттығу ол малатки жаттығуы, яғни балға. Гантель 20 килограмм, 8 реттен 5 подход орындаймын. Тренировканың соңы болғандықтан шамалы техникам өзгеріске ұшырап отыр. Келесі ол статикалық ұстап тұру, маскалс брахирадиалисқа, яғни плечи лучевая мышцаға арналған жаттығу. Бұл жерде сіңірлер мен буындардың күшіне арналған жаттығу. 15 секундтан 3 подход. Келесі ол кисті көтеру, білектің бұлшық етіне арналған жаттығу, 50 килограмм 8 реттен 6 подход. Білек бұлшық етіне арналған келесі жаттығуым ол грифті кистпен көтеру. Бұл жерде пронатор және супинатор қолды стабилизировать етеді. Егер видео ұнаған болса, бөлісіп кету есіңізден шықпасын, және өз пікірлеріңізді комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады.